күні қала сыртындағы шағын ауылға жаңадан келген жас қыз Айша орманның жанына үй салып, сол жерде жалғыз тұруға шешім қабылдады. Ол тыныштықты жақсы көріп, табиғаттың ортасында өмір сүргісі келді. Бірақ ауыл тұрғындары оған орман жанында жалғыз тұрудың қауіпті екенін ескертті. Бұл түнде орманда бірдеңе бар екенін айтып, жалғыз жүрмеуге кеңес берді. Бірақ Айша бұл ескертулерді елемеді. Бір түнде Айша түнгі тыныштықта ормандағы дауыстарды естіді. Алғашқыда бұл дыбыстарды орманның табиғи дауыстары деп ойлады. Бірақ дауыс күшейіп, әртүрлі бұрыштардан шыққандай болды. Бір кезде үйдің артынан жақындап келе жатқан аяқ дыбыстарын естіді. Айша жүрегі дүрсілдеп терезеден қарады, бірақ ештеңе көрмеді. Түннің ортасында оның есігін біреудің қаққанын естіді. Әдетте бұл ауылда ешкім түнде үйге кірмейді. Ол есікті ашып, күлімсіреп тұрған бір әйелді көрді. Әйелдің бетінде таңғаларлық жымысқы күлкі болды, бірақ көздері бос көрінді. Мен сенің неге осында тұратынын білемін, деді әйел жұмсақ, бірақ қатты дауыспен. Бұл орман менің үйім. Айша бір сәтке сасқалақтанып қалды, бірақ есікті жабуға үлгермеді. Әйел есікті итеріп ашты, ал Айша артқа шегінді. Ол әйелдің көздерінен қарай алмады, қорыққан күйі көздерін жұмды. Бірақ есікті біреудің итеріп ашып жатқанын естігенде әйелдің күлкісі бірден үзіліп, оның орнына қорқынышты үн шықты.